Жігітке мал қалай бітеді? Өзбекстанның Тәуелбай шерінің Үшқұдық ауданы Құлқұдықтың ауылына қарайтын Боранбай фермасы орталықтан әкем Қайпназар мен әкемнің туған ағасы Жанділлә Бүркітбайұлын машинамен алып бардым. Боранбайда тұратын жездеміз Оразов Пайзулланың үйіне түстік. Жолдан шаршап келген кісілер шәй су ішіп, тынығып, демалып отырған кезде сол ауылдың 4-5 кісісі үлкен кісілерге сәлем беруге келді. Әкем де, Жанділлә атам да байдың балалары болған, мешітте Бұқарадан медресе бітіріп келген молдалардан оқып, білім алған сауатты кісілер еді. Ескіден дін туралы белгілі би, батыр кісілер туралы көп әңгіме білетін. Әр отырған жерінде майын тамызып, көңілге қонымды етіп әңгімелейтін. Жанділлә атам амандық саулық сұрасып болған соң келгендермен жеке-жеке жағдай сұрасып отырды. Ішінде елге көп араласа бермейтін, бірақ үй айналасында тынбай қыбырлап, үй шаруасын жасап жүретін, басын баққан момындау бір кісі бар еді. Тұрмысың қалай? Мал жинадың ба? Мына Боранбай жері ит құстанады. Малды қазықтан босатсаң, ауызы отқа тиетін, шөбі шүйкін, нағыз мал жинайтын жер ғой, деп сұрады. Ой, шәке, соның реті болмай тұр. Еткен еңбек аз боп жүрген жоқ. Біреуі өліп қалады. Ұрғашы малым қысыр қалып, басы өспей қалады. Әйтеуір мал жинаудың реті келмей жүр, деді. Солай де, деп отырған орнынан қозғалақтап дауыстады. Әдеттегі жақсы әңгіме бастардағы әдетімен, қазақта мал тасқа бітеді, не насқа бітеді деген сөз бар. Ал негізі мал басқа бітеді. Үйде бір адамға өзіне, не әйеліне, кейін не ұлына, не қызына бітеді дейтін бұрынғылар, деп бір тыныстап алды. Тасқа бітетін дейтін, тапқан малын ішпейді, жемейді, кем-кетікке де қайыр қылмайды, не өзі рақатын көрмейді, не жұртқа сәулесі түспей жәрдем бермейді. Бар талабы мал болып, мал жинау болып өмірі өтеді. Ал насқа бітеді дейтіні, бар ойы, қиялы тек малға қарау болып, үйді таза ұстау, ауланы тазалау, киімді тәуір етіп кию, үсті басын тазалап, ұқыпты жүру дегенді ойламай, іс-әрекеті тек малдың жағдайы ғана болып, күндіз-түні тынбай, дамыл таппай, таңның атқанын, күннің батқанын білмей тырбаңдайды да жүреді. Сосын мал бітеді, бірақ нас деп ондай кісінің үйіне ел бара бермейді. Мұндай кісіні бардың малын, жоқтың күнін беріп қойған, дейді халық, деп тоқтады. Мал басқа бітеді деп отырғаным. Алла пиғыл ниеті дұрыс, малын өзіне де, өзгеге де жарата білетін, жетім мен кемтарға қол ұшын беретін, ағайынның кемін толтыра жүретін, Алланың бергенін ризашылықпен еске алып жүретін, Алласын жадынан шығармайтын сүйген құлын жаратқаннан ырзық несібесін мол қылып мал бітіреді. Көбі өмір бойы тұрмыстан тарлық көрмей, жақсы жасап өтеді екен. Саған өзімнің көргенімнен, оқығанымнан, естігенімнен түйген бір ақыл айтайын. Жадыңа сақтап, көңіліңе тоқи алсаң. Адамның бойында біз біле бермейтін, бізге көрінбейтін көптеген жаман нәрселер болады. Бойға жабысса қанша еңбек еткеніңмен, олар сенің ісіңді алға бастырмайды. Бір малыңның басы екеу болмайды. Талап қылған ісің алға баспайды, деп аз тыныстап, сол бойға жабысқан жаман нәрселер үш жағдайда сенен ажырап, адасып қалады. Бірінші, адам көп жиналған жерге, тойға, мерекелік шараға, кісі қайтыс болса жаназасына, құда жолы, тағы басқаларына жиі бар. Елмен аралассаң, ғибратты әңгімелер тыңдайсың, өмірдің мән мағынасын кеңірек ұғасың, және кісі көп жиналған жерде, топ ішінде бойына Алла қасиет дарытқан жандар болады. Сен көпшілікке қосылғанда, бойыңдағы жаман нәрселер қасиетті кісілер бар жерге кіре алмайды. Сенен ажырап сыртта қалып қояды. Көпшілік ортасынан шыққаныңда, жаман нәрселердің көбі сенен адасып қалады. Сөйтіп, азая береді. Екінші, әулиелі жерге жиі барып, Құран оқып, садақа беріп,
зиярат жасап жүр. Әулие деп жұрт текке айтпайды. Ол жерде жатқан пенде Алланың рақымы түсіп, кие дарыған жан. Әулиелі жерге зиярат жасап барсаң, бойыңдағы жаман нәрселер әулиелі жерге кіре алмайды. Сен зиярат жасап болып, қайтқаныңда олардың көбісі сені таппай қалады. Солай кеми береді. Үшінші, мешітке жиі барып тұр. Жамағатпен намаз оқы. Жаратушыдан шын ниетіңмен тілек тіле. Имамдардан уағыз тыңда. Мешітке кіргеніңде бойыңдағы ісіңді алға бастырмай жүрген, көзге көрінбейтін жаман нәрселер сенімен ілесіп, мешітке кіре алмайды. Сыртта қалады. Мешіттен шыққаныңда олардың талайы сенен адасып қалады. Осы айтқандарымды орындап жүріп, Аллаға мақтау айтып, тілек тілеп, дұғалар оқып, ізгі амалдар жасасаң, иншалла бойың ісіңді жүргізбей жүрген, талабыңды алға бастырмай, мал жинатпай жүрген жаман нәрселерден тазарады. Кейін жұмысың жолға түседі, талабың алға басатын болады, мал жиналады, деп сөзін аяқтаған еді.